Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге аты жоқ салатты дайындап көрсететін боламын. Өте оңай әрі жылдам дайын болады. Бізге керегі мына жерде тұздалған қиярымызды ортасынан бөлеміз де ұзыншақ етіп турап аламыз барлығын. Барлығының грамын видеоның астына описанияға қалдырып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп комментарий жазып кетіңіздер. Осылайша етіп барлығын бір келкі ұзыншақ етіп турап аламыз. Турап алған қиярларымызды осылайша бір ыдысқа салып қоямыз да, енді кезекте менде нәрленнің колбасасы. Осылайша етіп оны да дөңгелек қып тураймыз да, одан кейін ұзыншақ етіп турап аламыз бұларды да. Турап алған колбасаларымызды туралған қиярдың үстіне саламыз да, менде 4 дана жұмыртқаны қайнатып алған едім. Оны да ортасынан ұзыншақ етіп тураймыз да, бұны да ұзын етіп турап аламыз. Туралған жұмыртқаларымызды да ыдысымызға саламыз да, менде бандуэлланың жүгерісі бір құтысын, осыны да саламыз. Дайын жүгеріні салып болғаннан соң үстіне менде кречкini саламыз да, дәміне қарай тұзымыз бенен қарабұрышымызды да саламыз. Шамал тұзын аздау салсаңыздар болады, өйткені қияр да тұздалған, және де колбасаның да тұзы бар, кречкinin да тұзы бар. Барлығының тұзы болғандықтан аз ғана тұз салсаңыздар болады. Үстіне майонезді құямыз да жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келген қонақтарыңызға жасап қойсаңыздар өте дәмді салат деп те айта аламын. Ең соңында кречкini саламыз да жақсылап араластырамыз. Майонезі бойына сіңгенінше араластырып, одан кейін ыдысымызға саламыз. Тәлеркелерге салып қонақтарымызға ұсынсақ болады. Мінекей, менің салатым дайын болды. Осылайша етіп жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.